Бисмилля дейміз ба, не дейміз енді. Мынау баяғы атамнан қалған Құран кітап. Баяғы бала кезде көретін едік. Енді құрқылтайдың ұясы ма бірдеңе, әлде басқа нәрсе ме? Былай шығарып қояйын. Матаға орап тастапты. Мындай көзмоншақ па, бойтұмар ма? Бойтұмар да бар екен. Бізде әдет бар ғой, шипанердің төбесіне қойып қоятын. Сол шипанердің төбесінде баяғы адам тұрған бір ненің ішінде осы. Қазір шығарып алайын. Көрсетемін сендерге. Мынау ескі, өте ескі Құран кітап бұл. Сыртынан қарасаң, мұндай кітап қылып қолдан тіккен ба, сондай. Мынандай да. Мынау қағаздарды тозып кетіп қалған. Бұл төте жазу емес, бұл кәдімгі таза арабша жазылған. Оны біз түсінбейміз. Төте жазу оқи алатындар оқи беруі мүмкін, бірақ түсінбейді мағынасын. Яғни аудармасын түсінбейді, мағынасын емес, аудармасын түсінбейді. Өте ескіні шеттерінің бәрі кәдімгідей өле қалған. Өте ескі. Үшінші дейді. Үшінші аятта енді білмей тұрмын оны. Мына жағынан қойшы, мына жағынан да бәрі бірдей. 15 дейді, 14 дейді. Сондай болып тігілген баяғының кітабы ғой. Бар енді раритет дейді ғой. Мына жағынан оқылатын шығар енді. Алдында басындағысын мына жағынан ашып кеттім. Оларды мына жағынан болу керек. Себебі мына жағынан жазып қойыпты 11 деп. 11-ші аят па, не деген жазу оны білмеймін енді. Оқи алмаймын мазмұны. Сол кездің кітабы ғой бұл. Мына кәдімгі. Сондай болып жазылған. Шеттері мынандай болып кәдімгідей. Өліп қалған ғой. Атамыздың кітабы осыны оқыған. Бұл кісі қазір өмірде жоқ енді. Оны сақтап отырған жолға қанша жыл болған білмеймін. Ол кісі 1978-де қайтыс болған. Ол кісі Ақтөбедегі қазір Байғанин облысы ғой, ауданы ғой. Байғанин ауданындағы қазір Оймауыт дегендер бар, сол территорияда. Бекен Ахунның қолында медресе оқыған, медресе бітірген, діни ғылым алған кісі. Өте діндар болған, дінді өте жақсы білген кісі. Жаназаларға да араласқан. Сол Бекен Ахунның қолынан сабақ алған кісі жалпы. Қазір Бекен Ахунның басын жаңартты осы біздің ағайындар барып, жаққа барып. Бірақ өкінішке орай оның бітірген медресесі ол құлатылып тасталған. Ол жоқ енді. Осылай. Бірақ мен діндар емеспін. Мен өзім атеистпін. Мен Құдайға сенемін. Әкеміз сенсем әңгіме оның сенімін алуда емес қой. Бірақ әкемізді, атамызды құрметтейміз, әруағын қадірлейміз, басына барып тұрамыз. Құран оқып жатса, етсеками деген сияқты былай өзіңше өзіңнің үйлеріңді айтып қазақшалап нетіп кетемін барсам. Арабша өзім Құран оқымаймын.